Қымбатты бүгінгі эфирға қатысушылар, жалпы өзімді таныстыра кетейін. Есім Айдос болады. Көбісі білетін шығар, бірақ жаңадан да тіркеліп жатқан адамдар бар. Мен осы трейдинг саласында, автоматтық түрде трейдинг саласында 2022 жылдан бастап осы роботтармен қолданып, біраз табысқа шығып келе жатырмын. Енді бүгін жалпы барлығымыз не үшін жиналдық? Табыс тапқымыз келеді, қосымша табыс тапқыңыз келеді, тұрақты түрде табыс тапқыңыз келеді. Жалпы қалай табыс табу керек және оның қандай мүмкіншіліктері бар? Сол туралы біраз бөлісейін деп жатырмын сіздермен. Бұл жаңадан келген адамдарға, опытный трейдерларға барлығына арналған эфир. Жалпы қазіргі жаңа технология дейміз ғой. Өздеріңіз білесіздер, біздің үкіметте де, елімізде де осы цифрлық сауаттылық, цифрлық бағытқа заманға сай келе жатырмыз. Барлығымыз осы қазіргі жаңа технологиялармен қолданып, осындай мүмкіншіліктерге бізде де қолдануға қазір әбден болады. Сондықтан жаңғыз телефонда да жеткілікті. Ешқайда тұрақтылық жер маңызды емес. Мейлі сіз Қазақстанда тұрасыз ба, немесе шетелде тұрасыз ба. Кез келген, осы әлемнің кез келген жерінде тұрып, осы телефонда, интернетте да осы роботтарды қолданып табыс табуға болады. Бүгінгі тақырыптың барысында сіздер автоматтық сауда жүйелері дейді. Қысқаша айтқанда робот деп айтамыз біз. Роботтар туралы айтатын болам. Робот деген не? Ол табысты қалай келеді? Оны кім шығарып жатыр? Табыс қай жақтан келіп жатыр бізге? Осының барлығы туралы айтылатын болады. Енді роботтарға келетін болсақ, алдымен ең маңыздысы роботты кім шығарады бізде, қандай компания шығарады? Мен өз басым 2022 жылы осы FT Holding Trade компаниясымен кездесіп, қазіргі таңда өзімнің 41 роботым бар. Осы компания IT компания ретінде әлемдік нарықта өзінің орнын тапты. Виргинский острова дейді, британский Виргинский острова сол жерге тіркелген. Өзінің лицензиясы бар. Яғни бұл компания IT компания ретінде тіркелген. Автоматтық сауда жүйелерді жасап шығару. Енді жалпы бағыты программное обеспечение дейді. Валюта нарығы бар, Форекс, крипто бағыттағы нарық бар. Осы бағытта автоматтандырылған сауда жүйелерді жасап шығарып, компанияның мақсаты жаңадан келген адамдарға, немесе тәжірибелі опытный трейдерларға, жалпы вообще осы салада хабар жоқ адамдарға автоматтық түрде табысқа шығу мақсатында жасалып жатыр осы программалар. Тіркелген мекен жайын барлығын осы келесі слайдтан көрулеріңізге болады. Заңды тұлғаның аты FT Holding Trade Ltd. Өздеріңіз көріп отырғандай, заңды тұлғаның мекен жайы де жазылған. Мемлекеттік тіркелу нөмірде тұр, 215-66-76. Және экрандарыңызда QR кодты көріп отырсыздар. Осы QR кодқа телефондарыңызды фотоларын, видеоларын әкеп қарасаңыздар, сіздер осы компанияның келісім шартын анық көре аласыздар. Компания жалпы келісім шартты кез келген адам, робот алған адаммен осы заңды тұлға ретінде келісім шартқа отырады. Бұл келісім шартта тұтынушы, яғни ұсынушы компанияның тарапынан, сіздердің қолданысқа алып жатқан адамдардың тарапынан құқықтарыңыз қандай, бұл жерде тәуекелдер бар, қандай ережелер бар, қалай жасау керек бұл сауданы, кімнің міндеті қандай, осының барлығы осы келісім шартта жазылған. Енді компанияға келетін болсақ, жалпы компания 2017 жылдан бастап нарықта, бүгінгі таңда 9 жылға аяқ басты, 9 жылға негізгі нарықта 8 жыл нақты жұмысын жасап келе жатыр. Осы уақытқа дейін 20 мыңнан астам робот сатылған. Жалпы тұтынушылардың саны 6 мың адамнан астам. Енді
бұл роботтарды жалпы тұтынушылар, біздің қолданушылар өте жақсы көреді. Табыстарын ұлғайту үшін неғұрлым роботтарын көбейткісі келеді. Сол себептен орташа есеппен бір тұтынушыға егерде шығатын болсақ, 3 немесе 5 робот қолданып жүреді. Бұл деген сөзіміз, бұл әрине мүмкіншілікке жатады. Адамның мүмкіншіліктері болып жатса, капиталын көбейткісі келіп жатса, онда роботтың санын көбейтеді, роботтың түрін көбейтеді, ол бізге диверсификация береді. Жалпы сауда жүйесі деген не? Робот. Бұл қаржылық бағыттағы біздің инструментіміз. Бұл жерде қарапайым сауда, кәдімгі сіздер егерде білетін болсаңыздар, әр қалада бар обменниктар. Сол обменниктарда біз бүгінгі доллардың курсын байқап отырып, мысал үшін 500 болатын болса, біз бүгін долларды курсы 500-бен сатып аламыз. Ертең егерде курс 520-ға көтерілсе, біз долларды обменникқа барып өткіземіз. Екі ортадағы курстық айырмашылық $20 біздің табысымыз болып келеді. Сол сияқты осы роботтар әлемдегі ең үлкен валюта нарығында әртүрлі валюталармен курстық айырмашылықтан сатып бізге табыс әкеліп тұрады. Барлығы автоматтық түрде. Бұл жерде сіздер ешқандай қолмен сатып алмайсыздар, кнопканы баспайсыздар, анализ жасамайсыздар. Барлығын автоматтық түрде робот өзі сатып алады, өзі анализ жасайды, ұтымды жерге келгенде өзі сатып табыс әкеледі. Орташа есептері негізгі 5%-дан 10%-ға дейін. Күніне әрі кетсе 10 минут уақыт жеткілікті қадағалауға. Қолданушылар бұл жаңадан келген адамдарда қолдана алады. Ешқандай осы трейдинг саласынан, валюта нарығынан хабар жоқ адамдар, бірінші рет көріп тұрған адамдарда қолданып табысқа шыға алады. Және опытный трейдерларда өздерімен қолмен сауда жасап, қосымша автоматтық түрде осы роботты қолданып, пассивтік табысында көре алады. Кімге бұл роботтар келеді? Енді мен жаңа айтып кеттім, біз тұрақты түрде жұмыс жасап жүрсек, оның мысалға біз ай сайын зарплата дейміз, айлық табысымызды аламыз. Айлық табысымыздың осы қаржылық сауаттылықты көтеретін, ақшаны, капиталын көтергісі келетін мақсаты бар азаматтарға, азаматшаларға осы бірден бір өте жақсы құрал. Табыстарыңыздың бір бөлігін осы роботтарға салып, қосымша пассивтік түрде табыс табуға болады. Бұл жаңадан келген адамдар, өзінің бизнесі бар адамдар, найымда жүрген адамдар қосымша алып жүре алады. Және опытный трейдерлар бар. Бұл нарықта қолмен де сауда жасайтын тәжірибелі трейдерлар бар. Оларда өзінің жалпы негізгі бұл роботтар талғам жоқ, адамды таңдамайды. Опыты бар ма, опыты жоқ па, кез келген адам бұлмен қолданып, өзіне пайдасына қолдануға болады. Енді роботтарға келетін болсақ, қазіргі таңда 5 түрлі роботымыз бар. Ең алғашқы 2017 жылы шыққан роботтар бұл классикалық линейкадағы шыққан роботтар. Жалпы бұл роботтар біздің тұтынушылардың 90%-нан астам адамдарымыз қолданады. Классикалық роботтар бұл екі бағытта сауда жасайды, трендпен және трендқа қарсы. Бұл роботтар көбінесе жаңадан келген адамдарға бағытталған. Енді келесі линейкамыз бұл трендовый линейка дейді, және бұл алгоритмі трендпен сауда жасалынады. Бұл роботтар техникалық анализға байланысты индикаторлармен тренд қай жаққа бара жатқанын тауып, сол трендтің басында, содан кейін сделканы ашады, трендтің аяқ жағында сделканы жауып, плюспен шығады. Бұл роботтар көбінесе бізде опыты бар, түсінігі бар қолданушыларға арналған диверсификация ретінде. Одан кейін бізде үшінші линейка, ол гибридная линейка. Бұл жерде бізде гибридная линейкада алғашқы классическая линейка мен трендовый линейканың да стратегиялары қолданған.
және қазіргі таңда бұл гибридный линейкаларымыз біздің осы 5 түрінің ішінде ең ұтымды, ең табысы жоғары линейкалары болып есептелінеді. Қазіргі таңда гибридный линейкалар 3.0 обновлениядан өткен. Ол деген сөзіміз, қазір биыл нарықтың қозғалысы бізде түсініктеріңіз болатын болса, трендін өзгерті, созылмалы, ұзақ түрде трендпен сауда жасалынып жатыр. Бұрындағында 2023, 2023, 2024 жылдардағындай қысқа мерзімді тренд емес, траекториясын ауыстырып, бағытын ауыстырып, қазір созылмалы түрде. Сол себептен біз роботтарды жаңартып тұрамыз, нарықтың қозғалысына байланысты, нарықта қандай қозғалыс бар, қалай сауда жүріп жатыр, соған бейімделіп біз жаңартамыз роботтарды. Келесі робот ол математическая линейка дейді, яғни бұл жердегі роботтар 2023 жылдың аяғында шыққан. Жалпы бұл диверсификация ретінде роботтардың өзі портфель роботтар деп айтамыз, соның ішіне қосып, қосымша табыстарын ұлғайтуға арналған робот. Бұл жердегі роботтың индикаторы сигналмен жұмыс жасайды, және сигналмен жасағанда өзінің ұтымды жерлеріне қана индикатормен сделканы ашып, индикатормен сделканы жабады. Келесі біздің контртрендовая линейка дегеніміз, бұл ең 2024 жылы август айында шыққан роботымыз. Қазіргі таңда енді қауіпсіз робот деп айтуға болады, осы роботтардың ішіндегі. Бұл роботтың стратегияның ұтымдылығы жаңағындай, егерде импульс болатын болса, созылмалы түрдегі тренд, боковик дейді, импульс болатын болса, бұның өзінің защитный ордерлар бар, защитный стратегиялар бар. Соған байланысты бұл роботтардың да қолданыста қазіргі біздің тұтынушылардың ішінде біразы қолданады. Енді бұл роботтар, 5 түрлі роботтардың ішінде бұлар өздері бөлінеді, версияларға бөлінеді, яғни консервативный, рациональный, агрессивный. Консервативный деген роботтар баяулау роботтар, рисктар төмендеу, табыстары айына 5%-ға дейін, және бұлардың торговый баланстары, яғни айналымдағы саудаға кіретін депозиттары 5000-нан аспайды. Келесі рациональный, агрессивный мен консервативныйның ортасындағы орташа рисктары орташа, табыстары 7%-дан 15%-ға дейін айына, торговый баланстары $3000 аспайды. Сол сияқты бізде агрессивный роботтар бар. Агрессивный роботтардың табыстары 10-15% айына, айналымдағы торговый баланстары 3000. Жалпы роботтардың саудасын бастау үшін депозитта $150 жеткілікті. Минимальный депозит $150. Егерде түсініктеріңіз болатын болса, валюта нарығында бізде қолмен сауда жасайтын трейдерлар әжептәуір уақыттарын бөледі, стратегия үйренеді, ол стратегия оған келе ма, келмей ма, анализ жасайды, біраз уақыт керек. Роботтарға келетін болсақ, жалпы кез келген адам сатып алып, сол бетте қолданып, ешқандай стратегияны да үйренбей, ешқандай уақытын да жоғалтпай, үнемдеп, бұл жерде білімде де керек емес, тек қана роботты қолданып, және әрі қарай оны қадағалап, біздің берген ережемен қолданып, табысқа шығуға болады. Сол себептен біз автоматтық сауда жүйелерінің бағытында өзімізді компания ретінде бірінші нөмір болып есептейміз. Арнайы компанияда өзінің 50-ден астам штаты бар, техподдержкасы бар. Техподдержка деген, мысал үшін, сіздің роботыңызды орнатып береді. Және нарықтың қозғалысына байланысты роботтарды жаңарту керек па, оны жаңартып отырады. Ақпараттармен бөлісіп отырады, актуалдық ақпараттармен. Сонымен қатар аптасына 2 рет тікелей эфирлер өтеді, брифингтер өтеді, техподдержка талабынан. Дүйсенбі, жұма күндері кешкі сағат 8-де
робот қолданушылардың барлығы осылай тікелей эфирға кіреді, өздерінің сұрақтарына жауап алады, сөйтіп біртіндеп білімдерін арттыра береді. Енді қалай роботты қосу жолдары бар? Жалпы роботты сатып алу. Сатып алғаннан кейін өзі арендаға алатын серверлар бар, брокерға тіркелу жолдары бар, верификациясы бар, ақшаны қалай кіргізу, депозитті қалай толтыру, счетты қалай ашу, роботты қалай орнату, осының барлығы компанияда да бар, және менің өзім мысалға робот алған адаммен 2-3 күндей жұмыс істейміз. Бір тәуліктің ішінде техподдержкаға заявка бергеннен кейін роботтары іске қосылып сауданы бастап кетеді. Роботтың бағасы $500, өзгерген жоқ. Депозит кемінде $150 болу керек, роботты қосып сауданы бастап кету үшін кемінде $150 болу керек. Әрине, егерде мүмкіншіліктерің көп болса, капиталдарың үлкен болатын болса, $50,000, $100,000 мен роботтарын қосып жатқан бізде қолданушылар бар, тұтынушылар бар, үлкен инвесторлар бар. Оларға біз портфель жасаймыз. Портфелінде бірнеше сауда жүйелері болады. Диверсификация ретінде әртүрлі роботтарды қолдануға болады. Сөйтіп, табыс көзін үнемі көріп тұруға болады. Компаниядан инструмент ретінде роботты сатып аласыздар. Бөлек брокерға тіркелесіздер. Брокер деген, мысал үшін, біз тікелей валюта нарығына өзіміз кіріп сауда жасай алмаймыз. Валюта нарығына кіріп сауда жасау үшін халықаралық талаптар бар. Үлкен капитал болу керек, лицензия болу керек. Сол сияқты әртүрлі талаптар бар. Оған біздің жеке тұлға ретінде біз ондай талаптарға сай емеспіз. Сол себептен бізбен валюта нарығының ортасында брокер бар. Брокер деген біз өзіміздің Қазақстанда қолданған банктар сияқты, мысал үшін біз жұмыс жасағанда зарплатаны біздің өзіміздің карточкамызға жібереді. Каспиға, немесе Народныйға, немесе Береке банк, әртүрлі банкқа біз счет ашамыз, жерге зарплата аламыз, соны қолданамыз. Сол сияқты брокерда да біз счет ашамыз, меншікті өзіміздің счетымыз болады. Ол жерде біз тікелей верификациядан өтеміз, документімізді, тұрғылықты жерімізді, жеке куәлігімізді барлығын сканировать етіп жібереміз. Одан кейін счет ашқаннан кейін сол жерге депозит толтырамыз. Депозиттің барлығы доллар түрінде, сауданың барлығы доллармен жүреді. Сіздің өзіңіздің брокеріңізда есеп счетыңызда болады. Ол есеп счетты 24/7 өздеріңіз қолданасыздар. Ол брокерға тек қана кіріп шығу және ақшаны толтыру, ақшаны шығару тек қана сіздердің құзырларыңызда болады. Брокерлар әрине сделка ашылып, сделка жабылғанда өздерінің комиссиясы бар, ол өздерінің табысы болып есептелінеді. Қазіргі таңда біз әлемнің әйгілі 2 крупный, ең үлкен брокерлармен жұмыс жасаймыз. Lord Prime халықаралық лицензиясы бар, функционал бәрі өте жақсы жұмыс істейтін брокер, және Forex4U Орта Азияда ең ірі брокер болып есептелінеді. Екеуінің де халықаралық талаптарға сай лицензиялар бар. Аккредитация дейді, солар өткен аудиторский компаниялармен өткен келісімшарттар бар. Жалпы функционалдардың барлығы өте жақсы жұмыс жасайды. Қысқаша бүгінгі ақпаратты мен айттым. Енді әрі қарай біз сұрақтар болатын болса, мен қазір экранды өшірейін да сұрақ жауапқа көшейік. Бізде қазір қатысушылардың ортасында көбінесе робот қолданушылар бар екен. Жексенбі сайын осы Telegram каналда орысша түрі болады біздің компанияның тарапынан. Сондықтан оғанда қатысып, орысша ақпарат алуға болады. Айдеке, бұл Қазақстанда заңды ма? Жанат, ассалаумағалейкум. Заңға қарама-қайшымыз жоқ. Бұл негізгі әлемдегі валюта нарығы 70 жылдан бастап өзінің жұмысын жасап келе жатыр. Ол жерде кез келген жеке тұлға өзі жеке қатысып табысын таба алады. Бұл жерде мысал үшін біз роботтарды мүмкіншілік ретінде
қаржылық инструмент ретінде біз ұсынып отырмыз. Сол роботтар арқылы табыс табуға болады. Немесе өзіңіз тікелей тіркеліп, қолмен сауда жасау білсеңіз, өзіңізде қолмен сауда жасауға болады. Сол тұрғыдан заңға қайшы емес. Әрине біз табыс тауып, егерде Қазақстанда табысымызды көрсетпесек, барлығын жасырын түрде қолдана берсек, енді бұл Қазақстанның заңына қайшы келеді. Сол себептен қазір енді әртүрлі мүмкіншіліктер бар. Декларация дейді, мысалы үшін 250 форма, 270 форма декларациялар бар салық жағынан. Соны тапсырып, егерде табыстарыңыз болса, сол табыстарыңызды сіздер шығарып, өздеріңіздің мақсаттарыңызда қолдансаңыздар, онда сол табыстан 10% жеке тұлға ретінде салық төлейсіздер. Жылына 1 рет. Мысалы үшін 2025 жылы биылғы табысты сіздер келесі жылы декларация тапсырып, 10%-ын келесі жыл төлейсіздер. Қайырлы кеш баршаңызға. Айдос мырза, жеке кабинетпен жұмыс жасау, мысалға биржада жаңалықтар болып жатқанда роботты өшіру, қосуды үйрену үшін қайдан іздесек болады? Қайдан үйрене аламыз? Бақытгүл ханым, рахмет сұрағыңызға. Бірақ біздің роботтар, жоғарыда айтып кеттім ғой, автоматтық түрде сауда жасайды. Біздің роботтарды жаңалықты қадағалап отырып, күрделі жаңалық шықса, немесе сондай аңдып отырып, оны өшіріп қосатын роботтар емес бұл. Бұл роботтар өздері автоматтық түрде сауда жасайды. Тек қана ереже бойынша, өзі біз FX монитор бар ғой, мониторды қадағалап отырып, егерде просадка өсетін жағдайда, өзі 30%-ға жеткен жағдайда, өзіңіз білесіз ережені қалай қолдану керек. Роботтың саудасын тоқтатамыз. Ол үшін егер өзіміз білсек, настройкасына кіріп барып тоқтатамыз. Білмесек, онда техподдержкаға өтініш жазамыз, техподдержка саудасын тоқтатады, және сонымен қатар біз қосымша 1-1 ақшамызды қосуымыз керек. Онда ереже қолданушылардың барлығына ескерту ретінде, памятка ретінде беріледі, және әр апта сайын брифингта айтылып отырады. Менің өзімде де осы өзіміздің қолданушылардың ортасында партнерский чат бар. Сол жерде жетекшілік ретінде мен аптасына 1 рет дүйсенбі сайын өткізіп отырам. Сол жерде де мен айтылып отырады. Ал енді біздің роботтарды жаңалық шықты ма, оны өшіріп, жаңалық шықты ма, оны қосып бүйтетін роботтар емес. Кеш жарық, Айдос мырза. Қайырлы кеш. Мен робот қолданушысы ретінде бір-екі ауыз отзыв айтып кетейін деген. Жалпы өзім қолданып жатқан май айынан бастап 4 ай болып қалды. Енді капитал көп емес, бірақ роботтардың табысы жақсы. Осы 2-3 күн болды, $1000-да 2 айдың табысын шешіп алдым. Жалпы барлығына кеңес берем, қолданып. Барлығы түсінікті. Техподдержка әрқашан 24 сағат көмек беріп отырады, жазсаңыздар. Көп рахмет Дархан. Жақсы. Бізде қолданушылар Дархан мырзада мысал үшін әжептәуір уақыт зерттеп бір шешімге келе алмай жүрді, бірақ биыл шешімге келіп, оның алдында 1 жылдай ма, 2 жылдай ма қарап жүрді, осындай вебинарларға қатысып, біраз білімін арттырып жүрді, сұрақтарына жауап алды. Көз жеткеннен кейін бір роботтан бастады. Қазіргі таңда Дархан, сізде қанша роботыңыз бар? Менде 4 робот бар. 4 роботыңыз бар. Әртүрлі түрлері бар, иә? Иә. Жалпы 2 жылдай қарадым ғой негізі. Көп рахмет. Берекесін берсін. Айдос мырза, роботтарды алу үшін не істеу керек? Астанаға бару керек пе, жоқ? Өздеріңізге хабарласып отыру керек пе? Роботты енді сізге қалай ыңғайлы? Астанаға келуге де болады, онлайн жасауға да болады. Жақсы. Өте жақсы болған эфир болды. Мен және де осы робот туралы айтып кетейін дегем. Робот алғаныма менде 3 ай болды. Бірақ өте ыңғайлышы. Жұмысыңызды өзіңіздің тұрақты жұмысыңызды жұмыс істеп жүре бересіз. Робот өзі табысты таба береді. Өте жақсы. И барлықтарыңызға тоже советую осы роботты алуға. И және де мен осы қазір крипто робот шығады дедіңіз ғой, октябрьден бастап. Оны тоже хочу деп. Жақсы. Рахмет сізге. Көп рахмет, Айгүл ханым. Көп рахмет. Сау болыңыз.
сау болыңыз. Сәлеметсіз. Бір екі сұрағым бар еді. Аха. Қазір бәрінде осылай ма? Ана валютный пара бар ғой, бесеуінен үшеуі сары болып тұр, дұрыс па? Екеуі жасыл болып тұр да, үшеуі сары болып тұр. Ол Айжан ханым, былай ғой, бұл жерде валютный паралар, қазір мен демонстрация көрсетіп жіберейін, иә? Түсінікті болу үшін. Қазір бір минут. Айжан ханым, мұны қараңыз. Мына жерде 5 валютный пара, иә? Жасыл болып тұр үшеуі, екеуі сары. Бұл деген сөз, мына валютный парада астында просадкалар тұр ғой. Мынау мысалға просадка 4%-да 4-73%. Егер де просадка 2%-ға дейін болса, онда жасыл болады, міне, жасыл. 2%-дан 10%-ға дейін болатын болса, сарғаяды. 10%-дан бастап жоғары болатын болса, қызарады валютный пара, карточка. Түсінікті ғой, иә? Түсінікті. Сонда қазір үшеуі сары болып тұр. Просадка өскен сайын сушкаға қой керек болады ғой, иә? Дұрыс па? Жоқ, просадка, общий просадка мына жерде тұр ғой, менде мысалы мына жерде 9% болып тұр. Егер де сізде мына жерде минус 30% болатын жағдайда, онда сушкаға қоямыз. Осы сушканы сіз жаңа айттыңыз, техподдержка арқылы қоюға болады деп. Ал өзім қою үшін немесе ақшаны шығару, үстінен табысын алу үшін соның видео инструкциясы бар ма? Қарап үйрену үшін. Әрине, оны видео инструкциясы да, оның негізі қиын ештеңесі жоқ. Сіздің қолыңыз тиіп жатса, қазір эфирдан кейін бір хабарласып, көрейік сіздің неңізді, роботыңызды. Содан кейін, мен сізге көрсетіп айтып жіберейін. Көп уақыт алмайды. Жақсы. Рахмет. Жақсы, онда қатысқандарыңызға, келгендеріңізге көптен көп рахмет. Ақпаратты осы Telegram чатта және YouTube'та, Instagram'да көрсеңіздер болады. Жақсы, рахмет, біраз информация алдық. Рахмет.